Сәлем балалар. Бүгін бізге түрлі түсті көкөністер қонаққа келді. Әрқайсысы өздерін таныстырып, неге пайдалы екенін айтып өтеді. Қане бірге тыңдайық. Сәлем, менің атым Сәбіз. Мен көздің жақсы көруіне және бойдың жақсы өсуіне көмектесетін дәруменге баймын. Мен қызылшамын. Мен қанды тазартып, ағзаны сергітемін. Ал мен қиярмын. Мен ағзаны ылғалдандырып, теріні әдемі етемін. Мен картоппын. Мен қуат көзі боламын. Күшпен сергектік сыйлаймын. Мен пиязбын. Мен ағзаны тазалап, суықтан қорғаймын. Мен сарымсақпын. Мен микробтарды жеңіп, денеңді сау ұстаймын. Мен асқабақпын. Менде көзге теріге пайдалы дәрумендер өте көп. Мен бұршақпын. Мен бұлшықеттерге қажет ақуызға баймын. Мен қырыққабатпын. Менің жапырақтарым дәруменге толы иммунитетті күшейтеді. Мен баялдымын. Мен жүрекке пайдалымын және холестеринді азайтамын. Мен қызанақпын. Менде ликопен деген керемет күш бар. Менің арқамда жүрегің мықты болып, денең сау болады. Әр көкөніс адам денсаулығы үшін пайдалы екен. Сондықтан балалар, көкөністерді жақсы көріп, күн сайын жеп тұрыңдар. Денің сау, жүзің жарқын болсын.